Қалайсыздар жігіттер, қыздар? Бүгінге жалпы обзорды дайындап қойдым. Жалпы мен обзорды аптасына 2 рет шығарам, как обычно. Но бірақ алдыңғы апта сол қозғалыс болған жоқ, сондықтан мен бір ғана обзор жасадым. Енді осы аптаға жаңа обзор уже дайындап қойдым. Өйткені неге? Бізде жақсы жаңалықтар көп. Бүгін биткоиннің өсімі бізде жақсы. Яғни алдында бізде нешесі, мысалы, например, апрельдің 13-і мен бізде 21-не дейін бір орында тұрып қалды мына жерде. Уже ода кешеден бастап уже жаймен қарай, жоғары қарай уже лонговый движениелер басталды. Енді дальше бізде план қандай? Бізде план жалпы барлығы ойдағыдай, біз пландағандай келе жатыр. Енді мысалға мына жақтарды қарап отырсақ, так, мысалға біз 76.500-ден аштық. Примерно мына жерлерден, мысалға мына жаққа дейін қанша процент движениені біз жоспарладық? 15%. Енді 90-92-ге дейін әлі ықтималлығы жоғары бару. Одан кейін барып төмен қарай жалпы құлау ықтималлығы жоғары қайтадан. Вот. Бізде потом одан кейін қалай дальше пландаймыз? Яғни бізде 92.000 жақтарда уровень тұр. Егер де осыны үстін құйып, мына үстінде егер қозғалатын болса осы жақта, бізде уже дальше жоғары қарай 110, 120, 130 деген ценаларды байқайтын боламыз. Егер де бұл жақтарда просто былай барып қия алмайтын болса, онда төмен қарай бізде уже қай жақ, мысалға 69 деген ценаларды күтуіміз әбден мүмкін. Яғни вероятность өте қатты жоғары. Бізде енді алдыңғы апталарда болып жатқан ключевой жаңалықтарға келейік. Біздегі жаңалықтар алтынның өсуі. Яғни мысалға индекс алтынын қарайтын болса, уже $3450 келіп тұр қазіргі ценамен. Ол дегеніміз, яғни максималды хай жағында тұр. Яғни бұндай суммада алтын вообще тұрмаған. Енді 3900-4400-ге дейін баратындай ықтималдықтары жоғары. Енді мысалы қарасақ, бұл неге өсіп жатыр деген уже нелер туындайды, мысалға. Неге бұл өседі, неге бұл құлайды деген сияқты. Например, былай қарасақ, мысалға 2008-ден бастап мына жақтан бізде рост болған. Неше жыл? 3-4 жылда рост болғанда, 3 жыл бойы қатарынан. Ол неліктен? Бізде 2008-де ипотечный кризистер болған. Сол кризистердің кесірінен ба, қалай айтсам екен, солардың әсерінен уже алтынның өсуі жоғарылады. Өйткені фондовый рынок, былай бизнестің барлығы қиындай түсті кризистен. Содан кейін барып, более ақшалардың барлығы алтын жаққа құйылды. Одан кейін уже қайтадан, былай қарасаңыздар, уже төмендеп кетті. Одан кейін барып, 2018-ден бастап қайтадан рост басталды. Одан кейін қайтадан төмендеп кетті. Мысалы қарасаң 2023-24-тен бастап рост басталды. Яғни бұл осы жерден қандай біздер шешім шығарсақ болады. Яғни алтынның өсуі үшін бізде басқа жақтарда кризис болып отыру керек. Мысалға айтсақ, S&P 500-ды алатын болсақ, крипто жағын алатын болсақ, мысалға кешегі қойылып жатқан пошлина, мысалға налогтың көтерілуі, олардың барлығы алтынның өсуіне алып келеді. Өйткені бизнес жасалу процестері қиындай бастайды. Лучше оларға, адамдарға алтынның ұсталуы тиімді болады. Соның әсерінен бастап бізде уже не басталады? Бізде уже алтынның өсуі басталады. Ал егер де қайтадан мысалы өспей, мысалы мына облыстар тұрып қалды, уже мына облыстар тұрып қалған кезде бізде уже S&P 500-тың мысалға 2009-дан бастап биткоин өсе бастады жоғары қарайды. Мысалы, например, қарасаңыз, мысалы мына облыстарда бір орын тұрып қалған, бұл не деген сөз? Ол биткоиннің полный ростын алып келген. Мысалы $100,000 дейін кетіп қалды. Уже потом одан кейін 2020-ларда бізде не болды? Қайтадан биткоиннің құлауларына алып келді. 22-ге дейін құлады даже. Мысалға да, 22-ге дейін құлады. Уже қазір мысалға жайында рост басталды, бірақ алдыңғы апталарда, 2-3 апта, 1 ай бұрын құлаулар қайтадан басталды. Яғни ол не деген сөз? S&P 500-тың да құлауына келді. Ол не деген сөз? Мысалы пошлинаның да бағында. Ол дегеніміз біздегі осы алтынның өсуіне алып келеді. Яғни болашақта уже алтындар мысалы мына жаққа дейін барады деп тұрып, яғни ол дегеніміз уже S&P 500-тардың мейлінше төмен қарай құлауына алып келетін болады. Одан кейін барып, осы жақтан бастап, мен 3900-ден бастап, мына жақтардан бастап, мен уже қайтадан былай мына жерлерде
уже тұруын мен күтетін боламын. Өйткені бұл жерден бастап уже бізде не пайда болады? Бізде уже қайтадан ақшалардың бәрі S&P 500-қа, биткоинға құя алатын болады, сондай активтерге, бизнеске құйылатын болады. Сол кезде біздер олардың ростын анықтайтын боламыз. Бізде тек 100% барлығын білмейміз, біз тек факттармен қана жұмыс жасауымыз керек. Енді биткоин жайлы айта кеттім. Енді мен мына жерде бір нәрсені түйіндей кетейін. Бізде жалпы Telegram канал бар. Мен бұл жақта өзімнің идеяларымды, сигналдарды, одан кейін жаңалықтарды, одан кейін осындай обзорларды барлығын салып отырамын. Осы жақтан бастап, мысалға, обучение жайлы да, сигналдар жайлы да осы жақта барлығын сіздер көре аласыздар. Бұл жақта нетеуік доллар жайлы, бұл жақта акция жайлы да, одан кейін форекс бағыты жайлы да, одан кейін сигналдар беремін, одан кейін мысалға обучениеге қатысты нәрселердің информациялар барлығын осы жақта салатын боламын. Енді келесі бізде эфирум монетасына көшейік. Эфирум монетасы мен әлі особо рост бермеймін бұл жаққа қарай. Осы жаққа қарай өседі не деген сияқты. Мен бұл жақтарды айтам, 1200 осы жақтарға құлау керек эфирум. Сол кезде бізде крупный суммаға сатып алсақ болады. Енді былай қозғалыстар болады әрине, мысалға былай қарай мына жерге барып бүйтіп былай деген сияқты. Қайтадан біздер 1200 жаққа келетін боламыз. Сол кезден бастап біздер долгосрокке мысалы 3000-ға дейін сатып алсақ болады. Эфирум жайлы ойым солай. Одан кейін S&P 500. S&P 500-қа да особо мен үлкен росттар бермеймін. Енді мейлінше мына жерге дейін өседі. Одан кейін барып қайтадан бізде қандай ситуация? 4531 жаққа қарай дальше құлайтын болады. Егер де бұл жақтың жақсы өсімін күтетін болсаңыздар, мына 5540-қа қайта оралу керек, еще мына жерде накоплениелер жиналу керек. Содан кейін барып бізде естиміз жоғары кетеді деген тұжырымдарды айта аламыз. Потом бізде жалпы DXY бар. DXY ол да жалпы лонговый движениелер келіп тұр. Бұның яғни 95-ке дейін құлайтын нәрселер бар. Мына жерде шамалы көп былайда бүйтіп құлау ықтималы жоғары, бірақ мына жерде бізде лонговый уровень бар. Егер осы жерде жақсы накопление жинайтын болса, біз уже мына жаққа дейін өсетінді күтетін боламыз DXY-да. DXY-дың өсімі S&P 500 пен биткоиндардың құлауын алып келеді, бірақ доллардың да өсуіне алып келеді. Доллардың өсуіне алып келеді. Егер алтынның өсуі бізде S&P 500 пен доллардың жалпы құлауына алып келетін болады. Мен өзім жалпы осы каналдың астында, YouTube каналдың астында өзім Телеграмға сигнал жаңағыдай ссылка беріп кетемін Телеграм каналға. Одан кейін осы Bybit платформасына скачать етіп жазып алып торговля жасауға да ссылка қалдырып кететін боламын. Осы арқылы сіздер уже дальше болашаққа сіздер не қоя аласыздар. Осы жақпен подписын жасап, одан кейін YouTube каналға да подписын жасап, жақсы мысалы болашаққа да жаңалықтардың барлығын осы жақта күтетін боласыздар. Барыңыздарды профитпен шығуларыңызға тілектеспін. Пока-пока.